Саламатсыңдар ма балалар? Қазір экраннан сендер қазақ әліпбиін көріп тұрсыңдар. Қане еске түсіреміз, қазақ әліпбиінің авторы кім? Яғни қазақ әліпбиін құрастырған кім? Әрине, Ахмет Байтұрсынұлы. Жарайсыңдар. Жылдам еске түсірейікші. Қазақ әліпбиінде неше әріп бар және неше дыбыс бар? Дұрыс айтасыңдар. 42 әріп және 40 дыбыс бар. Ал екеуі жуандық және жіңішкелік таңбасы. Жарайсыңдар. Балалар, мен әліпбиді бекерден бекер көрсетіп тұрған жоқпын, өйткені бүгінгі сабағымыз тікелей әліпбимен байланысты. Сауат ашу пәнінің бүгінгі тақырыбымыз ұлттық тағамдар әліпби деп аталады. Оқу мақсаты тыңдалған мәтін бойынша өз пікірін айту, әліпбидегі әріптерді дұрыс оқу, орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Балалар, миға шабуыл кезеңі. Әдеттегідей Мерей мен Әли екеуі сөз таластыруда. Балалар, екеуінің арасында болған мәтінді, әңгімені оқып беремін. Енді мені мұқият тыңдаңдар. Арасында бірнеше сөздерді мен қате етіп оқимын. Мен бұл жерден білгім келеді, сендер мені қаншалықты тыңдап отыр екенсіңдер. Мен қате оқыған сандардың санын саусақтарыңмен санап отырсаңдар болады. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Бірде балалар әліпби жайында тартысып қалды. Олардың бірі әліпбиде адан кейін барлық әріптер өз еркінше жата алады деді. Сонда адан кейін кез келген әріпті өз қалауымызша ала берсек болады екен ғой? Жоқ, Мерей, олай болмайды. Адан кейін одан соң я тұрады. Әр әріптің өз орны бар. Әріптер осылайша белгілі бір ретпен беріледі. Мұны әліпби деп атайды. Қане балалар, мен қай сөздерден қате жібердім? Кәне еске түсіреміз. Тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Мен бірде балалар әліпби жайында таласып қалды деп оқуым керек еді. Жарайсыңдар. Екіншісі. Әліпбиде адан кейін барлық әріптер өз еркінше тұра алады. Жарайсыңдар. Үшінші қате жіберілген сөз. Сонда адан кейін кез келген әріпті өз қалауымызша қоя берсек болады екен ғой? Дұрыс айтасыңдар. Соңғы. Адан кейін одан соң әрине б тұрады. Я емес, әрине б тұрады екен. Жарайсыңдар балалар. Мен ойлаймын, мен жіберген қателіктерді сендер дұрыс тапты деп. Тағы бір көз жүгіртіп өтейік. Мен жіберген қате сөздер. Таласып, тұра, қоя және б әріпін. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, әліпби дегеніміз не екен? Әлидің сөзін есте сақтаған оқушы бар ма екен? Ал тексереміз. Әріптердің белгілі бір ретпен берілуін әліпби деп атаймыз. Қане менімен бірге қайталаңдар. Әріптердің белгілі бір ретпен берілуін әліпби деп атаймыз. Жарайсыңдар. Балалар, алдыларында әліпби орналасқан. Қарап тұрсаңдар, барлығы ретпен орналасқан. Орындары ауыспайды. Мінекей бұл сол үшін де әліпби деп аталады. Мысалы үшін әліпбидің басында үнемі қай әріп тұрады? Әрине а. Адан кейін ары қарай сөйтіп өз жалғасын таба береді. Ал енді балалар, жазылуын біз үйрендік. Ал енді әріптердің айтылуына назар аударайықшы. Біз білеміз, дауысты дыбыстар созылып, ешқандай кедергісіз айтылады. Сол үшін оларды
дауысты дыбыс деп атаймыз. Ал дауыссыз дыбыстар үнемі кедергімен айтылып жатады. Қазір мына жерде назар аударыңдар. Тек дауыссыз дыбыстарды менімен бірге дыбыстап көрейікші. Бірінші тұрған дауысты дыбыс ол үшінші нөмірлі Б. Ары қарай жалғастырамыз. В, Г, Ғ, Д. Ал енді осы жерде Ё ол дауысты дыбыс, бірақ ол қандай дауысты дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, қосарлы дауысты дыбыс. Ары қарай Ж, З және қысқа И. Қысқа И де дауыссыз. Ал қандай жағдайда дауыссыз? Кәне еске түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар. Алдында дауысты дыбыс тұрса, И дауыссыз болады. Жарайсыңдар. Ары қарай жалғастырамыз. К, Қ, Ү, М, Н, Ң, П, Р, С, Т. Келесі. У. У дауысты, ал кейде дауыссыз. Қане тағы еске түсіреміз, қай кезде дауыссыз? Дұрыс айтасыңдар, алдында дауысты дыбыс тұрса, У дауыссыз болып келеді. Ары қарай Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Айыру белгісі, яғни жуандық белгісі, және жіңішкелік белгісі. Ю, Я. Балалар, ю, Я дауысты, бірақ қандай дауысты? Әрине, қосарлы дауысты дыбыстар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы қане бірге ойланайық. Мен сендерге тапсырманы орындау оңай болсын деп, сол жақ шетіне әліпбиді орналастырдым. Екінші жаттығуға назар аударамыз. Кісі аттарының қай әріптен басталып тұрғанын тап. Қане ойланамыз. Әуле, әрине, сәуле. Жылан, ерлан. Иғаным, әрине, айғаным. Нар, анар. Әди, мәди. Хмет, әрине, Ахмет. Жарайсыңдар балалар. Мен ойлаймын, барлығын дұрыс тапты деп. Келесі тапсырмада балалар, тапқан кісі аттарын әліпби ретімен жаз дейді. Қанеки, еске түсіру үшін бірінші әліпбиге бір назар аударып аламыз. Ал енді бірінші сәуле деген сөздегі бірінші дыбысына назар аударамыз. С. Әліпбиден таптық. Ерланда Е, мінекей Е. Айғанымда А. Анарда да А. Мәдиде М. Ахметте тағы да А. А дыбысы байқадыңдар ма? 3 рет қайталаныпты. Ал енді біз бұл жерде осы 3 адам басталатын адамның атын қайсысы бірінші тұратынын білу үшін балалар, адан кейінгі екінші әріпке назар аударамыз. Мысал үшін, айғаным деген сөзде адан кейін И тұр. Анарда Н. Ахметте Х. Ал енді өзіміз анықтаймыз. Үшеуінің қайсысы бірінші тұру керек? Кәне тексереміз. Әрине, айғаным. Екінші, анар Н кездесе ме, Ахмет дегенде Х ма? Қайсысы бірінші естіледі? Қайсысы бірінші орналасқан әліпбиде? Әрине, анар. Одан кейін үшінші, Ахмет. Ал енді төртінші, сәуле, ерлан, мәди. Бастапқы әріптерінің қайсысы әліпбиде бірінші кездеседі? Адан кейін. Әрине, Е, ерлан. Одан кейін мәди, соңғысы сәуле екен. Жарайсыңдар балалар. Мен ойлаймын, бұл тапсырма сендерге ұнады деп. Кім жылдам ойыны?
Балалар, бұл жерде мен сұрақ қоямын, сендер тез көз жүгірте отырып менімен бірдей ойнауларың қажет. Бірінші сұрақ: әліпбиде 7-ші тұрған қай әріп? Санаймыз. Жарайсыңдар. Әрине, Д. Екінші сұрақ: Т әріпінің алдында тұрған әріпті ата. Кәне жылдам Т-ны табамыз. Және Т-ның алдында қандай әріп тұр екен? Әрине, С. Жарайсыңдар. Ал Ө әріпінің артында тұрған әріпті атайықшы. Кәне кім жылдам екен? Ө. Әрине, П. Жарайсыңдар балалар. Ойын ұнады ма? Егерде ұнаса, шапалақ соғып қойсаңдар болады. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс. Кәне мұқият тыңдаймыз. Бұл жерге де мен әліпбиді орналастырып қойдым, өйткені бізге әліпбидің көмегі қажет болады. Тапсырма: санмен берілген сөздерді жаз. Кәне қайталап оқимыз. Санмен берілген сөздерді жаз. Мысалы, 1, 16, 1 деген сандар беріліпті. Енді осы сандарды әліпбиден орналасу ретімен санай отырып, әріптерге айналдырып, бір сөз шығарады екенбіз. Мысал үшін, бірінші тұрған әріп қандай әріп? Әрине ол А. Ал 16-шы тұрған? Кәне санаймыз. Әрине ол Л. Тағы да бірінші тұрған әріп, ол А. Ал енді үшеуін қоссақ қандай сөз шықты? Әрине, ала деген сөз шықты. Қызық екен балалар. Бұл жерде біз қазір бір шетінен санамаққа, жылдам санауға үйренеміз. Және де әліпбиді жаттауға керемет мүмкіндік береді. Ал енді сендерге тапсырма. 28-ші сан, 14-ші сан, 38-ші сан. Осы үш санның орнындағы әріптерді тапсақ, бір сөз шығады. Ары қарай тағы да сондай үш тапсырма бар. Мен ойлаймын, бұл тапсырма сендерге ұнайды деп.